Ал ондай болатын болса нұсқамызды бастайық. Көзделген тақырыптар бойынша. Бірінші орыс революциясы болған жылдары дейді. Ал бізде естеріңізде бар болатын болса, бірінші орыс революциясы не үшін болды деген сұраққа жауап берейікші, иә. Бізде 1904-1905 жылдары орыс-жапон соғысы болған болатын, иә. Осы орыс-жапон соғысының кесірінен бізде орыстар кішкентай бір Жапониядан ұтылып қалған болатын. Сөйтіп жапондықтар оңтүстік Манчжурияға өзінің билігін жүргізген болатын. И солай Ресейдің жерінде революция басталады, мемлекеттің жерінде төңкеріс басталады. Неге біз кішкентай ғана Жапониядан ұтыламыз? Неге біз пайдағы жоқ Жапониядан ұтыламыз? Кішкентай ғана мемлекеттен ұтыламыз деп, мемлекеттің жеріне мемлекеттік билікке қарсы көтеріліс болады. И сол бір сәтте бізде дәл осы бір кезеңде бірінші орыс революциясы болды. Бірінші орыс революциясы 1915-1907 жылдары болған болды. Енді неге бірінші орыс революциясы болды? Ол түсіндіре алдық деген ойдамын, иә. Осы орыс-жапон соғысының кесірінен дедік. Кеттік. Ақпан революциясынан кейінгі Ресейдің мемлекеттік жоғарғы органы дейді. Өте керемет сұрақ, өте әдемі сұрақ десек болады. Иә. Колонцы. Где ответы? Вы чё? Иә, мешок екенсіңдер. Астынан біреулер жазып отыратын еді. Кеттік ал. Ақпан революциясынан кейінгі Ресей мемлекетінің жоғарғы органы, енді біз вообще түсіндіре кетейік, иә. Бізде 1917 жылы Ресейдің жерінде ақпан революциясы болды, иә. Ақпан революциясының нәтижесінде мемлекеттік билікте отырған Романовтар деген әулет құлаған болатын, иә. Ал мемлекеттік биліктен екінші Николай деген билеуші тақтан тайдырылған болатын, иә. Осы ненің кесірінен? Ақпан революциясының нәтижесінде. Енді қараңыздар, ақпан революциясының нәтижесінде мемлекеттің жерінде қос үкімет орнаған болатын, қос үкімет. Енді бізде сұрақ тұр, сол қос үкіметтің ішінде жоғарғы органы қайсы болды десе, уақытша үкімет дейсіздер, иә. Ал екіншісі сол осы жұмысшы депутаттар кеңесі болды. Кеттік. 1917 жылы тамызда, қыркүйек айында, қараңыздар, 1917 жылы тамызда, типа ол бұрынғы күнтізбе бойынша қыркүйек айында Ресейде әскери диктатураны құруға тырысқан генерал-лейтенант дейді. Бұл адамның есімі кім еді? Ол естеріңізде бар болатын болса, Корнилов деген азамат еді, иә. Корнилов. Бұл мемлекеттің жерінде әскери диктатураға ұмтылған болатын. Мемлекеттік билікте отырған уақытша үкіметтің билігін вообще құлатып, оның орнына мықты билікті қалпына келтіремін деген болатын. Ал вообще жұмысшы депутаттар кеңесіне мүлдем тыйым салып тастаймын деген болатын. Ал Керенский деген анау 1917 жылы да мынау шілде айында уақытша үкіметтің премьер-министрі болған адам еді. Кеттік. 1917 жылы 28-3 тамызда Петроградта өткен РСДЖП-ның 6-шы съезінде қабылданған шешім бұл социалистік революцияға бағытталған болды, иә? Бұл социалистік революцияға бағытталды. Әскери коммунизм 1918 жылы болады. Индустрияландыру 25 жыл. Буржуазиялық революция болмайды. Төрттік одаққа қосылу деген вообще бұларға Ресейге мүлдем қатысы жоқ, иә? Социалистік революцияға бағыт алынды дәл осы РСДЖП-ның 6-шы съезінде. Типа Ленин айтады, енді біз революция жасап, мемлекеттік билікте отырған кімді алып тастауымыз қажет дейді? Әрине, мынау уақытша үкіметті алып тастауымыз қажет дейді. 1918 жылы шілде айында бүкіл ресейлік кеңестер съезі қабылданған құжат дейді. Қандай құжат? РКСР-дің конституциясы или жұмысшылар мен қанаушы халықтар құқықтарының декларациясы? Вроде как РКСР-дің конституциясы деп ойлаймын мен. Сіздер қалай ойлайсыздар, оқушылар? Нұрханға сенеміз ба? Нұрханға сенім аздау болып тұр сәл. Нұрхан ренжіме, інім. Бәуірім ренжімей тұр. Сенім сәл аз болып тұр да. Енді қараңыздар, бізде осы бір кезеңде Нұрханға сенім азайған дұрыс екен. Нұрхан бізде әрине қате жауап айтты. Ол жұмысшы және қанаушы халықтар құқықтары деді. Бұл декларация етін. Бұны бізде 1918 жылдың бастапқы несінде, бастапқы уақытысында 3 қаңтар күні қабылданған болатын, иә. Бұл ана БОАК, бүкіл орталық атқару комитетінің да сол бір кезінде қабылданған болатын. Бұл қаңтарда қабылданған еді, осы 18 жылы. Ал бізде бүкіл ресейлік кеңестер съезінде қабылданған, шілде айында қабылданған ол РКФСР-дің конституциясы еді.
ненің конституциясы? РКФСРдің. РКФСР дегеніміз одағына дейінгі Ресейдің атауы РКФСР деп аталынған. Ресей коммунистік федеративті социалистік республикасы. Кеңес билігінің алғашқы жарғыларымен оларды мәндерін сәйкестендір дейді. Бітім туралы жарғы. Ол бойынша Ресей соғыстан шыққаны туралы айтқан болатын. Жер туралы жарғы. Жер, шаруалардың жерге жекеменшік құқығы жойылған болатын. Билік туралы жарғы бойынша билік жұмысшылар, сарбаздар, жұмысшы шаруалардың қолына өткізілген болатын. CBA деген жауап. Ол бізде D вариант тұрса екен. Кеттік. Ресейде азамат соғысы барысында 1918 жылы сәуірде Владивостокқа десанттарын кім түсірді дейді. Естеріңізде бар болатын болса, бізде Ресей бар етін. Ресейде осы бір сәтте азамат соғысы болды 1918-22 жылдар. Сол бір сәтте екі жақ билікке таласты. Екі жақ билікке таласқан уақытта бізде мемлекеттің жеріне интервенция бастаған мемлекеттер болды. Солар бізде осы бір вариантта берілген мемлекеттер. Енді қараңыздар, бізде мынау Владивосток деген қаяқ дейтін болсақ, ол осы Ресейдің шығыс бөлігі. Ал Ресейдің шығыс бөлігінде қаяқта кімдер жатыр? Жапония. Жапония осы Владивостокқа өзінің әскерін кіргізген болды. Ресейдің ішкі ісіне араласқан болды, интервенция бастаған болды. Ресейдегі азамат соғысында шетел интервенттердің әскерлерінің енгізген аумақтарын сәйкестендір дейді. Англия дейді. Англия ол Муроманск деген жерге кіргізген болатын өзінің әскерін. Жапония, біз бағана айттық, Владивостокқа дедік. Ал Румыния ол өзінің әскерін Бессарабия аймағына кіргізген болады. Ал Украина, солтүстік Кавказ жерлерін Германия басып алған болады. Енді дұрыс вариант сонда ВАС болады екен. ВАС. Үшінші вариант, С вариант дұрыс екен, кеттік. Ресейде азамат соғысы кезінде өздерін әділ жүйе үшін күресушілер деп есептегендер кімдерді? Енді қараңыздар, естеріңізде бар болатын болса, азамат соғысы бар. Азамат соғысында мемлекеттік билікке таласқандар ақтар болды және қызылдар болды, Осы бір сәтте өзінің әділ жүйе үшін күресушілер деп атағандар типа әділ жүйе үшін күресушілер. Типа әділ жүйе үшін да. Енді қараңыздар, бұлар бізде қызылдар деп аталды. Енді қараңыздар, ал уақытша үкімет болды, олар өздері ақтар деп аталды. Олар бұрынғы ескі билікті қайта қалпына келтіру үшін күрескен болды азамат соғыс жылдарында. 1919 жылы кеңес үкіметіне бір мезгілде қарсы шыққан күштер мен олардың орналасуын сәйкестендіріңіз дейді. Мысалы, картаны соға беретін болдық қой. Мысалы, кеңес үкіметі бар ғой, К. Осы бір кезінде оны үш жақтан қоршау болған болатын. Колчак шығыстан қоршаған болатын. Деникин оңтүстіктен қоршаған болатын, ақтардың адамдары ғой. Ал Юдениш ол бізде батыстан қоршаған болатын да. Енді қараңыздар, Колчак шығыста дедік, С вариант дұрыс болады. Кеңес одағын үш жақтан қоршаған болатын, бірақ сәтсіз аяқталған болады. Деникин оңтүстік дедік, А болады. Ал Юдениш ол бізде батыстан дедік. Сонда САП деген вариант дұрыс болады екен. С вариант кеттік. 1918 жылы Поволжье мен Сібірдегі кеңестік биліктің құлдырауына алып келген бүлік, ол бізде Чехословакия корпусының көтерілісі еді. Бізде Чехословакия деген корпус бар, ол бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында үштік одақтың адамдары сол Чехословакия корпусында Ресейдің тұтқыны болғандар, сол тұтқындар мемлекеттің жерде не істейді? Бүлік жасайды. Чехословакия корпусы бүлік жасайды. Сөйтеді, ол Поволжье мен Сібірдегі кеңестік биліктің құлдырауына алып келген болады. 1921 жылы РКП-ның Ресей коммунистік большевиктер партиясының 10-шы съезінде қабылданған шешім, бұл әскери коммунизмнен, әскери коммунизм деген саясаттан жаңа экономикалық саясатқа көшу кезеңі еді. Осы 10-шы съездің арқасында адамдар азық-түлік салғыртынан азық-түлік салығына ауысқан болатын. Әскери коммунизмнен қандай саясатқа ауысқан болатын? 21-ші жылдан бастап жаңа экономикалық саясатқа ауысқан болатын. Ал жаңа экономикалық саясат мемлекеттің жерінде 1931 жылға дейін болды. 25 жыл қысқартылды, 31 жыл толықтай жойылған болатын. Ал осы бір кезінде ЖС-ке дейін болған саясат ол әскери коммунизм деген саясат еді. Ол 1918 және 21 жылдар болған болатын. ЖС-ке өту бұл осы РКП-ның 10-шы съезінде қабылданған шешім. Әскери коммунизмнен ЖС-ке өтуді білдірген шешім бұл осы РКП-ның 10-шы съезіндегі азық-түлік салғыртынан азық-түлігіне ауыстыру еді. Түсіндіре алдық деген ойдамын. Одан ары қарай 8-ші бүкіл ресейлік кеңестер съезінің қабылданған шешімі ол Ресейді электрлендіру жоспар етін. Бұл жоспарды басқаша біз қалай деп атаған болатынбыз? Гойл-Ро деп атаған болатынбыз. Гойл-Ро.
гойлар жоспар, иә. Осының арқасында типа біз Ресейдің жеріне свет жүргіземіз деген болады. Электрлендіреміз. Ресейде шаруалардың тауарларын тұрақты нарық бағаларынан 40 есе төмен бағаға бағалаған экономикалық шара бұл әскери коммунизм еді. Сен артық өнім шығаратын болсаң, артық өнімді мемлекеттің белгіленген сомасымен өткізуің қажет деген болатын, иә. Нарықтағы бағадан 40 есе төмен бағамен өткізуің қажет деп аталынды. Екінші бүкіл ресейлік кеңестер съезінде атауы Ленинград деп ауыстырылған қала бұл Петроград еді, иә. 1924 жылы Ленин өліп қалады. Ленин өлгеннен кейін бізде мынау Петроград деген қаланың атауы Ленинді, коммунизмді өмір бақиға есте сақтау үшін Петроград деген қаланың атауы Ленинград деп өзгертілген болады. Кеттік. Синьхай революциясының басталуы дейді. Синьхай революциясының басталуы ол 1911 жылы, негізінен Синьхай революциясы өздеріңіз білетіндей Қытайдың жерінде болады. 1911-13 жылдары болады, иә. Осы бір сәтте бізде мынау Синьхай революциясының басталуы ол Гуанчжоудағы көтеріліс еді. Қызыл қастар көтеріліс дегеніміз вообще біздің заманымыздан бұрын 18 жылы болған еді. Сары орамалдар көтеріліс дегеніміз қан әулетіне қарсы біздің заманымыздан бұрын, біздің заманымыздың 184 жылы болған болатын. Пекин деген көтеріліс, Синдао көтеріліс дегенді білмейді екен. Ол вариантта жоқ деген, кітапта да жоқ екен. Кеттік. Синьхай революциясының кезінде іске аспай қалған Сунь Яценнің принципі. Естеріңізде бар болатын болса, осы Сунь Яцен 1905 жылы біріккен одақты құрған болатын, иә. 1905 жылы ол біріккен одақты құрды. Сол біріккен одақты құрғаннан кейін Сунь Яцен, оның негізгі 3 принцип болған болатын, иә. Ол бізде ұлтшылдық идеясы бойынша біз мемлекеттік билікте отырған манжурдық әулетті құлатып, таза қытайлық адамды билікке алып келеміз деді. Халық үкіметі ол идея бойынша біз монархияны құлатып, республиканы қалпына келтіреміз деді. Ал халық игілігі деген идея болды. Ол бойынша біз шаруаларға жер таратып береміз деген болды. Қандай идея? Халық игілігі деген. Бірақ бұл халық игілігі деген принцип буржуазиялық помещик топтар, бұны либералдар мүлдем бұл идеяны істемеген болатын, ұнатпаған болатын. Нәтижесінде осы принцип жүзеге аспай қалған болатын. Кеттік. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін Қытайда құрылған қуыршақ мемлекеттер дейді. Бұл естеріңізде бар болатын болса екеуі еді. Біреуі 1931 жылы құрылған Манчжоу, иә, Манчжоу 31 жылы құрылған. Анау Манчжурия жерінде құрылған, иә. Ал ол екіншісі Нанкин еді, иә, 1940 жылы құрылған. 1940 жылы құрылған. Бұл осы бір кезеңде Ван Цзиньби деген азамат құрған болатын, иә. Ван Цзиньби деген. Типа ол оны жаңағы кімнің арқасында құрған болатын? Әрине, жапондықтар осыны құруға ниет дегенге болатын. Кеттік. 1931 жылы Қытай Кеңес Республикасы құрылған қала дейді. Естеріңізде бар болатын болса, осы бір кезде мемлекеттің жерінде өзі екі партия болған болатын, иә. Гоминдан да, и оған қарсы Қытай коммунистік партиясы болды. Қытай коммунистік партиясы. Осы Қытай коммунистік партиясы мемлекеттің жерінде, типа Қытайдың жерінде өзінің мемлекетін құрды. Қытай Кеңес Республикасын. Ол 1931 жылы Жусзин деген қалада құрылған болады. Одан ары 1927 жылы сәуірде Шан Кайши құрған үкімет дейді. Шан Кайшидің құрған үкіметі ол 27 жылы Нанкин үкіметі болды, иә. Сол Шан Кайши сол Нанкин жерінде 1927-37 жылға дейін мемлекеттік билікті басқарған болады. Я, бірақ 37 жылы Жапон-Қытай соғысы басталған уақытта Нанкинді кімдер жаулап алған болатын? Жапондықтар жаулап алған болатын. 1931 жылы Жапония Қытайдың солтүстік шығыс өлкелерінде қандай қуыршақ мемлекетін құрды дейді. 31 жылы ол әрине Манчжурия жерінде құрған болады. КСР мен Қытай арасында өзара достық пен ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылды. Бұл жаңағы Қытай-Жапон соғысы басталған уақытта Қытай коммунистік партиясымен біз білетін Гоминданның біріккен уақытысы кезінде Кеңес одағы мен Қытайдың арасында өзара достық туралы келісімшартқа қол қойылды. Ол 1937 жылы тамыз айында. 1937 жылы өзара қараңыздар, 1937 жылы тамызда өзара достық пен ынтымақтастық туралы шартқа қол қойған елдер ол КСР мен Қытай еді, иә. Сұрақ қайтып айналып келіп жатыр. Бірақ жаңағы жауап төбеге кетіп жатыр ғой. Қытай үкіметін 1927-49 жылдар басқарған, ол бізде Шан Кайши деген азамат еді, иә. Анау Сунь Яценнің досы еді. 1912 жылы наурызда Қытай Республикасының президенті болған, ол бізде қараңыздар. Қаңтарда дейтін болса, қаңтарда уақытша президент болды дейтін болсақ, Сунь Яценді белгілесек болатын еді. Ал бізде наурызда Қытай Республикасының президенті болған, ол Юань Шикай еді.
Манчжурияны жаулап алған Жапонияның құрған мемлекет дейді. Ол әрине Манчжоу деп аталынды. 1933 жылы Жапония шығып кеткен халықаралық ұйым, ол әрине мынау ұлттар лигасы еді. Не үшін? Себебі осы Манчжурия жерін 31 жылы жаулап алады, иә, Жеха деген провинцияны басып алады. Сол бір кезеңде бізде Жапония мемлекеті ұлттар лигасынан шығарып жіберген болады. Себебі ол уже мемлекеттің әлемдегі бейбітшілік сақтамайтын мемлекет екенін көріп қалған болады. 1923 жылы Жапонияда болған жер сілкінісінің салдарынан қаза тапқан адамдардың саны 150 мың, иә, Токио мүлдем қирап қалды деген болатынбыз. Автономия деген сылтаумен жапондықтар Қытайдан бөліп алған аймағы, ол бізде ішкі Моңғолия деген жер еді, иә. Мысалы, мынау МХР болатын болса, иә, мынау Моңғол Халық Республикасының жері болатын болса, мына жақ бізде Қытай болатын болса, и мына бір аймақ бізде ішкі Моңғолия деп аталынған болатын, иә. Осы ішкі Моңғолия деген жерді кімдер? Жапондықтар өздері бөліп алғысы келген болатын. Типа автономия деген, ішкі Моңғолияны автономия деген типа идеямен. 20 ғасырдың бірінші жартысында Жапонияның басты отарлық иелігі бұл әрине Корея мемлекеті болды. Естеріңізде бар болатын болса, Кореяны 1930 жылы жапондықтар не істеп алған болатын? Аннексиялап алған болатын. Аннексиялап алу деген сол Кореяны өздеріне қосып алған болатын 1910 жылы. Кеттік. Квантун әскері қысқа мерзімде Манчжурияны басып алды дейді. Ол 1931 жылы еді. ОБТ-да сұрақ келді, типа Манчжурияны басып алған Жапонияның әскері десек, Квантун әскері деп айтасыздар. 1925 жылы Жапония мен КСР-ның арасында дипломатиялық байланыс орнатылған соң жапондықтар босатқан жер. Естеріңізде бар болатын болса, мынау КСР-да азамат соғыс жылдары болды ғой. Сол азамат соғыс жылдары уақытында Жапония оған интервенция, ішкі ісіне араласты. Кейін осы жапондықтар КСР-ға 25 жыл бір жерді қайтарып берді. Бұл солтүстік Сахалин аймағы еді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапонияның ие болған артықшылықтарын жойған конференция бұл Вашингтон конференциясы еді, иә. Америка құрама штаттары айтады, Жапония бірінші дүниежүзілік соғысқа ресми түрде қатыспаса да, ол үлкен артықшылықтарға ие болды. Оның мынау қиыр шығыстағы еленген артықшылықтарын жоюға шақырған болатын. Солай 1921-22 жылдары Вашингтон конференциясы болды. И осы Вашингтон конференциясының арқасында бізде мемлекеттің жерінде Жапонияның ие болған артықшылықтары жойылған болды. Жапонияның өнеркәсіптік әртүрлі салаларында жұмысшылардың көтерілісінің толқыны болған уақыт ол 1919 жыл еді. Кеттік. Қытай мен Кореяның жерін есептемегенде 1942 жылы Жапония басып алған аумақтың ауданы ол 3,8 миллион шаршы километр еді. Себебі Жапония КСР-мен соғысады, КСР-мен соғыс кезінде ол үлкен жетістіктерге жете алмайды, сөйтеді оңтүстік шығыс Азия жерлеріне шабуыл жасайды. Біз білетін жаңағы Индонезия, Филиппин деген секілді, Вьетнам секілді, бірақ ояқ не істей алмайды, ұзақ уақыт өзінің қамқорлығында ұстай алмаған болады. 1937-45 жылдар болған соғыс бұл Жапон-Қытай соғысы еді. 1944 жылы жапондықтар айырылған арал бұл Филиппин аралы еді, типа Америка құрама штаттары осы Филиппин деген аралды 44 жылы кімнен тартып алған болатын? Жапониядан тартып алған болатын. 1941 жылы сәуірде Жапониямен бейтараптық шартқа қол қойған мемлекет, типа біз Жапониямен бірге бір-бірімізге соғыс жарияламаймыз, бір-бірімізге бейтарап боламыз, типа бір-біріміздің саясатымызға топик қарай береміз деп айтқан болатын. Бұл КСР-мен жасалынған болатын. 1938 жылы бірлесіп гүлденудің ұлы шығыс аймағының құру мақсатында жария еткен мемлекет бұл әрине бізде Жапония мемлекеті еді. Осы идея бойынша олар мынау оңтүстік шығыс Азиядағы Үнді Қытай түбегі мен Индонезияны өзімізге қосып аламыз деген болды осы идея арқылы. 1940 жылы Жапонияның қауіптенген ақш қолданған шарасы бұл 40 жыл деген. Бұл Үнді Қытайдан мұнай тасымалдауға эмбарго қойған болатын. Эмбарго деген сөз естеріңізде бар болатын болса, тыйым қойған болатын. Жапонияны тоталитарлық мемлекетке айналдыруды мақсатын қолдаған партия бұл өзі Сейкю деген партия еді, Конояның тұсындағы партия еді. 1945 жылы 2 қыркүйекте америкалық Миссури кемесінің бортындағы капитуляция туралы қол қойған мемлекет ол әрине Жапония мемлекеті. Сонымен екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған болады. Жапонияда ұлттық рухты жігерлену религиясының ұстанған бағыты дейді. Бұл милитаризм еді, типа мемлекеттің жерінде қарулануды Конояның тұсында жаңағы ұйымдастырған лиганың атауы ұлттық рухты жігерлену лигасы деп аталды. 1941 жылы 7 желтоқсанда Жапония шабуыл жасаған Гавай аралындағы ақш-тың әскери базасы бұл Фёрл Харбор деп атаған болатын. Сөйтіп Америка құрама штаттарының несін тоқтатқан болатын? Әрине бейтараптық саясатын Жапония 41 жылы жойған болатын. Америка ешкімге соғыс жарияламаймын, мен бейтараппын деген болатын. Бірақ Жапония оны 41 жылы тоқтатқан болатын.
41 жылы сәуір айында Жапония бейтараптық шартына қол қойған мемлекет, ол әрине кеңестік одақ еді. 1938 жылы Жапонияның жариялаған заңы ол ұлтты жаппай мобилизациялау туралы заң еді. Типа бүкіл адам әскерге баруға міндетті, бүкіл адамды әскерге шақырған болатын. Жеке провинциясын басып алып, ұлы Қытай қабырғасынан жол ашылды дейді. Қай генералдың тұсында? Енді біз Жеке деген провинцияның қай уақытта жаулап алынғанын білсек, қай генералдың басқарғанын білеміз, иә? Ол әрине 1932 жыл еді. 1932 жыл еді. Типа 31 жыл Манчжурияны, кейін Жехені басып алады. Сөйтіп мынау ұлы Қытай қабырғасынан жол ашылады. Бұл мынау Танаканың тұсы еді, иә? Ол себеп билікке қай жылы келген болатын? 27 жылы келген болатын. Коноэң 37-те келді. Коноэң 37-те келді. Сонда бұл кімнің тұсы болады? Әрине, мынау Танаканың тұсы болады. Бұл жағдай ақш пен Европа елдерімен арадағы байланысты нашарлатып, ұлттық наразылықтың өршуіне алып келді дейді. Бұл по-моему, менің С варианты секілді, менің ойымша. Сіздер қалай ойлайсыздар, оқушылар? Мен ойлаймын, С варианты секілді, типа Жапонияның жаңағы неден? Ұлттар лигасынан шығып кетеді ғой. Сол ұлттар лигасынан шығуы бір реттік сол ма, ол емес па? Кеңес үкіметіне қарсы Қытайдың шығыс темір жолын көтерілісін бастауы, ішкі Моңғолияның автономиясын тартып алуы, ұлттар лигасынан Жапонияның шығуы. Бұл Жеке провинциясын басып алып, ұлы Қытай қабырғасына жол ашылған болатын. Типа уже Қытайдың несін өздеріңіз білетіндей, жаңағы несін бұзған болатын, типа уже егемендігін бұзған болатын. Қытайдың белгілі бір жерін жаулап алған болатын. Сөйтіп Жеке провинциясын басып алып, ұлы Қытай қабырғасына жол ашылған уақыт бұл ақш пен Европадағы елдердің арасындағы байланысты нашарлатып, Жапониямен ұлттық наразылықтың өршуіне алып келген болатын. Жас офицерлер қандай топтардан шықты дейді? Олар бізде ұсақ және орташа кәсіпкерлерден шыққан болатын. Және саудагерлер де бар екен, бірақ жұмысшылар емес. Кеттік. Екі дүниежүзілік соғыс кезінде Үнді ұлттық конгресінің идеялық көсемі дейді. Екі дүниежүзілік соғыс аралығында Үнді ұлттық конгресінің идеялық көсемі ол Махатма Ганди еді. 20 ғасырдың басында Үндістанның экономикасына үстемдік жүргізген ағылшын капиталы да, Англия ғой, себебі Үндістан отарлаған. Тата деген металлургиялық зауыты болған болатын, үнділік кәсіпкерге тиесілі. 1939 жылы екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына байланысты Үндістанның вице-королі жасаған мәлімдеме Үндістан соғысушы жақ деп мәлімдеген болатын. Бірақ Үнді ұлттық конгресс оған қарсы шыққан болатын, иә. Махатма Ганди жеке сатьяграха түріндегі азаматтық бойұсынбау шарасын бастаған уақыт 1940 жыл еді. 19 ғасырдың сонымен 20 ғасырдың басында Үндістанды ұлт азаттық қозғалыстың жетекші ұйымы бұл Үнді ұлттық конгресі болған болатын, иә, 1885 жылы құрылған болатын. Үнділік мұсылмандардың өзін-өзі билеу қозғалысындағы маңызды саяси тұлға 1915 жылдары мұсылмандар лигасының президенті болып сайланған бұл Мұхаммед Али Джинна деген азамат еді. 1869-1948 жылдары өмір сүрген үнді қайраткері бұл Махатма Ганди еді. Ганди ілімі бар еді, типа ол бейбітшілікпен бас көтеру немесе күш көрсетпеу қарсыласу деген теория. Бұл Ганди ілімінің негізі болған күш көрсетпеу теориясының авторы ол бізде Толстой еді, иә. Осы Толстойдың шығармалардан күш көрсетпеу теориясын ол ең алғаш көрген болды. Гандидің сатьяграха атты күресінің мағынасы шындыққа жетудегі табандылық деп аударылған болды. Сатьяграха деген сөз шындыққа жетудегі табандылық. 1911 жылға қарай Үндістанда пайда болған ұлттық капиталға тиесілі, типа үнділік адамдарға тиесілі фабрикалардың саны ол 200-ге жуық болған болды. Миллиондаған мұсылман қауымының мүддесін қорғайтын 1906 жылы британдық Үндістанда құрылған ұйым бұл мұсылмандар лигасы болған болды. 1935 жылы ағылшын парламенті қабылдаған Үндістанда билеу туралы заңның баспасөзде алған атауы бұл құлдық конституция деп атаған болды. Себебі бұл заңда Үндістанның болашақ тәуелсіздік алады деген ешқандай сөзі болмаған болды. 1942 жылы ағылшын үкіметі тарапынан қызметіне тыйым салынған ұйым бұл Үнді ұлттық конгресі еді. Бірақ 44 жылы олар өздерінің істерін қайта бастаған болды. Мұсылмандар лигасының 1940 жылы Наурызда Лахорда өткен 27 сессиясының алған атауы бұл Пәкістан сессиясы деп аталды. Себебі айтқан болатын, типа біз енді не емеспіз, Үндістанның құрамында өмір сүргіміз келмейді, мұсылмандар лигасына мұсылмандардың мемлекетін құрып беріңдер деді. Сол 27 сессияда аталған болатын бұл Пәкістан сессиясы. Пәкістан деген мемлекетті құрамыз деп атады. Сол үшін бұл сессияның атауы Пәкістан сессиясы деп аталған болатын. 20 ғасырдың басына қарай Үндістанда салынған темір жолдың ұзындығы ол 30.000 километрді қамтыған болатын. Мұсылмандар лигасының 1940 жылы наурызда
Лахорда өткен сессиясының басты мақсаты білмеймін оны. Пәкістан Республикасын құру дейді. Провинциялы мұсылмандар дінін тарату, Бенгалияны толығымен Пәкістанға қосу, Кашмир аймағы. Жоқ, ондай емес. Вроде так, қазір айтамыз. Бұл британдық Үндістан мұсылмандардың ұлттық ошағын құру еді. Дәл осы 40-шы жылы Лахорда болған сессияның басты мақсаты британдық Үндістан мұсылмандар ұлттық ошағын құру еді. 1922 жылы Түркияның ұлы ұлттық жиналысы қабылдаған заң бұл сұлтанның билігін жою туралы заң еді. Иә? Түркия тарихында ескі саяси жүйенің толық күйретіп, жаңадан ұлттық мемлекет құруға бет бұру оқиғаларының атауы дейді. Бұл Кемалшыл төңкеріс деп аталынған болады. Бірінші дүниежүзілік соғыста Осман империясына қарсы соғысты. Осман империясы кімге қарсы соғысты? Әрине, Антантаға қарсы. Мұстафа Кемалдің кезінде өзінің тәуелсіздігі мен тұтастығын жариялаған ел, ол бізде Түркия мемлекеті еді. Типа, анау 22-23 жылы Лозанна конференциясы бойынша оның тәуелсіздігі мойындалған болатын. Екінші дүниежүзілік соғыстың басында Түркияның ұстанған саясаты ол бейтарап саясат болған болатын. Бірақ 45 жылдың соңына қарай кімге қарсы соғысқа шыққан болатын? Әрине, мынау Германияға қарсы. Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілген Осман империясынан қол қойған бітім шарты ол Мудрос бітім шарты еді, иә? Бітім шарт сұрап тұр, иә? Келісім емес, типа, ол келісім дейтін болса, Сибір келісім шартын айтатын еді. Түркияның батыс үлгісінде дамыған зайырлы мемлекетке айналдыруын көздеген президент ол бізде Мұстафа Кемал Ататүрік еді. Осман империясында Антанта державаларының алдында тізе бүккен уақытса 1918 жылы күз айында еді. Экономикалық саладағы Кемалдің үкіметінің саясаты бұл этатизм деп аталған болатын. Түркия парламентінің арнайы шешімімен Мұстафа Кемалға берілген атау ол Ататүрік немесе Ұлы Түрік деген есімді берген болады. Мұстафа Кемал жетекшілігімен 1920 жылы Анкарада құрылған парламент ол ұлы ұлттық жиналыс немесе ұлы ұлттық мәжіліс деп аталған болады. Түркияда 1924 жылы конституция бойынша барлық азаматтар алған атауы ол түріктер деп аталған болатын. Иә, сен грек болатын болсаң, сен армян болатын болсаң, сенің барлығың енді түріктер деп аталасыңдар деген болады. Кемалшыл этатизм концепциясын түпкілікті тұжырымдаған уақыт ол 1931 жыл еді. Түркияда Кемалшылдардың билігінің нығаюына зор әсер етті. Халифатты жою туралы заңның қабылдануы. Бұл 1924 жылы қабылданған заң еді. Лозанна конференциясы арқылы осы Түркияның тәуелсіздігі мойындалған болды. Ол қай жылдары болды? Ол 1922 мен 1923 жылдары болған болды. Түркияның Біріккен ұлттар ұйымының құрылтайшы қатарына болуына мүмкіндік берген уақыт ол 1945 жылы Германия мен Жапонияға соғыс жариялауы осы Түркияның Біріккен ұлттар ұйымына кіруіне мүмкіндік берген болатын. Құрылтайшы құруына мүмкіншілік берген болатын. Мудрос уақытша бітім шартының мәні сұлтан билігінің қазіргі Түркияның жерінде сақталып қалу еді, иә? Сұлтанның билігі только қазіргі Түркияның жерінде сақталып қалады деп атаған болды. Бір өттеп түсіндіре алдық деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болатын болса астына қоя беріңіздер.